ашамыз. Түсінікті ма? Білесіңдер, иә? Мен өз елімнің патриотымын деген бір сөйлемнен ғана. Ал қайсы топтан бастаймыз? Қарайда ғой, өзі қолыма ұстап тұрамыз. Мен өз елімді жақсы көремін. Жарайсың. Кезекпен айтар дұрыс, айта ғой. Мен өз елімді сүйемін. Мен өз елімді сүйемін. Мен өз елім үшін жанымды беруге дайынмын. Ой, жарайсың. Ал, үнжім. Менің елім өзіме ең қымбат елдердің бірі. Жақсы. Отан үшін жан берсін. Отан үшін жан берсін. Жарайсың, Райымбек. Ал, Аян. Отан үшін жан берсін, қан төгілсін. Қан төгіске дайынмын. Ой, қандай жақсы сөз. Әйгерім, қолына ұстаймыз туды. Отан үшін бәріне дайынмын. Отан үшін бәріне дайынмын. Отан үшін отқа түсемін. Отан үшін отқа түсемін дейді. Көркем дейіз. Отанымды жақсы көремін. Өз отанымды жақсы көремін дейді. Мен өз елімді сүйемін. Мен өз елімді сүйемін дейді. Мен өз отанымды сүйемін. Мен өз отанымды сүйемін. Өз отандарының патриот екенін білдірдіңдер, иә? Ал енді сабағымызға кеттік. Сабағымызды бастамас бұрын ана жаққа қарасаңдар, уақыт пойызы деп аталатын тапсырма. Картадан көрсетті. Сақтардың 3 тобын атап, картадан көрсетті. Тиграхауда қай жерде өсті? Тиграхауда сақтары. Патшайымы Тунис патшайымы бар. Тиграхауда сақтары Балқаш көлі мен Арал теңізінің арасында Жетісу облысында қай жер? Жетісу облысында өмір сүрген. Жетісу облысы қай жер? Балқаш көлі міне. Сол жер, дұрыс, жарайсың. Одан кейін қайсы сақтар? Одан кейін Парадария сақтары. Парадария сақтары Өзбекстан жерінде өмір сүрген. Абай, мен көмектесем болады. Ал қазіргі Өзбекстан жерінде Хаумавара сақтар өмір сүрген. Дұрыс, жарайсың. Сақтар қай ғасырда өмір сүрді? Сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 5-6 жылдар. Кім түзеп береді? Абай, бұрынғы 6 ғасырда өмір сүрген. Абай, Есік обасы туралы не білесің? Есік обасы туралы. Есік обасында алтын адам табылған. Жәнегіндей тәмеңгіздің ұлы табылған. Жақсы, жақсы. Анамыздан бұрынғы 6 ғасырда өмір сүрген. Атасы мен әкесі атасы ел көсемі болған. Томирис кіші кезінен батылшыншыл болған. Оның жауынгері Кир болған. Томирис патшасы өте мықты болған, және ол Кир патшаның басын шауып, және өз баласының кегін алған. Сонымен отыра ол 5 жасынан бастап, өз кішкентай кезінен бастап, садақпен жебені атуды және қылсасуды білді. Тиграхауда сақтар қай жерде өмір сүрген? Картадан көрсет. Көрсетеміз телефонын. Тиграхауда сақтары қайда? Картаның қай жерде тұрамыз? Мына жерде тұрамыз, Райымбек. Тиграхауда сақтар Арал теңізі мен Балқаш көлінің ортасында өмір сүрген. Жақсы, тамаша, жарайсың. Жазбаларында кездеседі. Қай елдің жазбаларында кездеседі деген сақтар туралы? Кімдер айтты бізге? Кімдер қалдырып кетті мәлімет? Оны Қай елдің? Мына жерде бәрінің аты жөндерін тұр. Карта бастап, Әйгерімге дейді. Біздің балдық жүйеміз 10 балдық жүйе. Ең соңында тапсырмамыз 10 балға жету керек. Мына жерде міне бәйгеге қосатын аттарымыздың суреті тұр. Соны кім мысалы 4 бал жинаса, бүйтіп 4-ке жылжытам, 6 бал, 5 бал деп ең соңында бүйтіп 10 балға жеткіземіз. Жақсы ма, түсінікті ма? Мен өзім жылжытып отырам, оны. Зерттеу сұрағдар, зерттеу сұрағымыз тарихи деректерде Томиристің бейнесі қалай?
Сақтар мен парсылар жасайды. Кир мен Томирис. Кир мен Томирис туралы дейді. Көптен айтып. Кир мен Томирistің шайқасы туралы. Шайқасы туралы айтып. Ару. Ол жерде сақтар мен Парс патшасы Кир және Томиристің соғысы туралы. Сонымен біздің сабағымыз қандай болады деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыз Айгерім? Сақтар туралы ма? Сақтардың ішінде кім туралы? Анжу? Сақтардың патшайымы Кир және де Сақтардың патшайымы Томирис және де Кир. Кирмен шайқасы туралы, Сақ патшайымы Томирис деп аталады. Алдыларында екі топ тұр, иә? Кир тобы деп өздерің айтыңдар, иә? Кир тобы болайықшы деп. Мына жақта Томирис тобы тұр, екі топ. Енді бүгін сабағымызды бастаймыз. Қазір Ya, біздің заманымыздан неше шығарамыз. Қыр-сырларын жақсы игерген. Сонымен қатар сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 6 ғасырда өмір сүрген. Әйел болса да Томирис жауынан қорықпайтын батыр болған. Томирис өте ерекше батыр қыз болған. Сақтар туралы грек авторы Геродот, Ктесий, Страбон атты ғалымдар жазған. Сен менің жалғыз ұлымды өлтірдің, қаралатыр, сенен кегімді аламын деп айтады. Жақсы, Томирис. Ерте көшпелілердің бейнесін сипаттайды, олардың мекен еткен орнын анықтайды және кестемен жұмыс жасайды. Сендерге екі топқа қазір мәтінмен жұмыс жасайсыңдар. Бірінші топ Томирис туралы мен түсіндірем. Томиристің туралы мәтін берем, мәтіннен бірінші Томирис ескіріп тұр, мына жерде тұр, бірінші тапсырманы. Не істеуіміз керек? Томиристің ел қорғаушы ретінде жолын тізбектеп сипаттап бересіңдер, арқарай өздерін оқыңдар, иә? Бірінші мына жерге Томирис туралы сипаттама бересіңдер. Одан кейін барасыңдар да Томиристің ерлігі туралы не айтасыңдар? Әңгімелеп айтып бересіңдер, иә? Екінші топқа Кир туралы. Ортаға қоямыз. Айтып отырасыңдар, тапсырма мәтінмен Кир кім болған, қандай адам болған. Және Кирдің сақтарға жорығын әңгімелеп айтып береміз, иә? Ал жазыңдар, сендерге 5-6 минут беремін, жазыңдар. Ерлігін көрсетеді, жақсы жарайсыңдар. Екі бал Ақбаямет Райымбекке. Сендерде қаншаға? Жарай, 2 бал. Айгерімге, Нұрайға 2 бал. Апай, бізде де бір ғани. Аян мен күндер. Жарайды, бәріне 2 бал алдыңдар онда. Бәріне 2 бал қойып шығамыз, жарайсыздар. Біздің екінші тапсырма. Екеуін жұптасыңдар. Ақиқат жалған сәйкестендіреміз. Осы жаңа айтқандарың бар, видеодан көргендерің бар. Апай, мен Ақбаянмен бар. Ақбаян жазып отырмын. Иә. Сен кімнің қасындасың? Отыра берейін деп. Жалған. Кир патшаның әскері 2 есе күшті болды. Сақ патшайым Томирис, Кир Македония патшасы. Жалған ғой Македония патшасы. Сендер қателестіңдер. Сызық қойыңдар уже. Томирис тәуелсіздік үшін шайқасты. Ақиқат тәуелсіздік үшін шайқасты. Кім бізді сендерге
бір қателесінде де бір бар. Ана жерге үнжу қойып жүрші. Ал мен қазға бір бар. Жұмыс бар. Инструкторға қараймыз, не істеуіміз керек екен? Тестіде тапсырманы қайтесізден біледі. Дұрыс жауапты анықтайсыңдар. Дұрыс болса 2 балл қоямыз. Сахарчайның томирис, иә. Кир Македония патшасы. Апай болдық. 3 балға. Теріс қарашы. Атымен жылжитын ат екен бізді. Болған екен. Томиристің кир ұлы кир біздің заманымыздан бұрынғы 509-530 жылдары билік еткен. Томиристің ең басты жауы болған. Кир тік мінезді халқынан жаны ашық болған. Кирдің сөзіне халықтар сенетін болған. Халықтар сенетін болған, я сөзіне. Вавилон патшасы және ұлы патша болып атанғаннан кейін олар деген атпен ие болған. Ирандық Парс жерін мекен еткен. Кир билік еткен оңтүстік батыс Азияның үлкен бөлігін бағындырған. Ұлы көсем болған, болған, өзгелерге тілеулес болған адам екен, жақсы. 2,5 жыл бұрын Кир патша бүйтіп өзінің несіне өзінің хатшысына Томириске бүйтіп айтсын деп айтады. Маған тұрмысқа шықсын деп айтады. Және Томирис деген Кирдің несінің қулығын біліп, ол деген оны қабылдамайды. Томирис деген ол ойы өзінде емес, жерінде екенін түсінеді. Сосын олар деген Кир деген кімге өзеннен өтіп сақтарға алдайды. Мен сендерге тамақ беремін деп оларды уландырады жартысын. Және кімді Спаргаписті ұстап алып, олар Спаргапис деген кім? Кімнің баласы? Томирис патшайымның баласы. Және деген соны ұстап алғаннан кейін Спаргапис айтады, мені босатыңдар деп айтады. Және Кир оны босатады. Босатқаннан кейін Спаргапис өз-өзіне қол жұмсайды. Сосын Томирис айтады, сен менің баламды жауыздықпен өлтірген жоқсың, сен менің баламды алдап өлтірдің деп, мен саған қарсы соғыс ашамын деп, олар соғысқа шығады. Және олар сақтар соғыста жеңіп, кімнің басын шауып алып келсін, Кирдің басын шауып алып келсін деген бұйрық береді. Және сол Кирдің басын шауып алып келеді. Және сол қан толған торсыққа сен армандаған қаның еді ғой, мә енді соны іш деп басын сол торсыққа батырады, қан толған. Болды, ал қиыны болмады, құндысы картамен жұмыс істеу. Құнды болма, картамен жұмыс істеу жарайды. Тест сұрақтары және де маған құнды болғаны ол поезд ойнап тақтаның жанындағы. Және де қиын маған тапсырма болған жоқ. Және енді қиын жері болмады. Маған құнды болғаны Томирис пен Кирдің соғысы туралы білгенім. Және де ең оңай тапсырма ол картаға түсіру болды. жақсы. Ал ең қызықты жері жаңағы нені сақтар қай жерде өмір сүрген неден картадан көрсету, ал ең қиын жері болмады. Болмады, ең қиын жер жақсы жарайды. Қиыны болған жоқ, тағы құндысы. Не құнды болды осы? Құнды Томирис туралы. Томиристің батырлығы туралы.
сосын осы сабақ маған қатты ұнады. Осы сабақ саған Маған осы сабақ қызықты болды, және де ең оңайы тест сұрақтары, және де жалпы осы тақырып туралы айтамын. маған кир туралы ұнады, барлығы оңай болды. Оңай болды ма? Ал аяғыз. Сабақтың ең қызықты болған жері қай жер, ең қиын болған жері қай жер, және құнды болған жерін бәріміз тұрып өз ожарымызды іздейміз да сабақты аяқтаймыз, иә? Ал Айгерім? Маған ең оңай болған жері тест сұрақтары. Тест сұрақтар оңай болды ма? Жақсы. Ал ең қиыны болған жоқ менде. Қиын сұрақ болған жоқ, иә? Қиын сұрақ болған жоқ. Ең құндысы жаңағы тест бәріміз екен, иә? Кәусарымызға кім? Гүлиза 9 балл, қалғанымыздың бәріміз 10 балл алдық. Жақсы, жарайсыңдар балалар, сабаққа өте жақсы қатыстыңдар, бәрінде жақсы қатыстыңдар. Енді үйге тапсырма алып алайық. Үйге күнделіктерді ашамыздар, сақ танса жазып, фамилия деген сөзге есте жазып келеміз. Естеді жазыңдар. Одан кейін 5 балл қоясың Ақтаяға. Аруға 5 балл. Гүлизарға 4 балл. Аянға 5 балл. Бұл дискрипторға қараймыз. Қанша балл болу керек бізде? Толық жауап берсеңдер 3 балл. 4 балл. 4-5 сұраққа жауап берсеңдер 3 балл. Екі балл дұрыс түсірді. Кім тартып түсірді? Айта беріңдер. Дұрыс жарайсыңдар. Райымбек дұрыс түсірді. Аруға 2 балл. Мирас 1 балл. Қателесіпті. Мирасқа 1 балл. Жақсы сөздіңіз. Кімге қоймайсың? Іңкарға қоймайсың. Дұрыс түсірмеу іңкар. Ақбаянға дұрыс жарайсың. Ақбаянға 2 балл. Тестіңіз. Көркемге 1 балл. Кішкене қателесіпті Көркем. Айзереге 1 балл. Бұл Нұрай ғана балл, иә? Нұрайда қателесіпті, Нұрайға қоймаймыз. Дұрыс түсінікті, иә? Болды. Жақсы. Атласқа қараймыз. Қандай сақтар? Қарадар аяға, тигра қалың. Тезірек бастаймыз. Маған 3 минут. 2 минут қана уақыт берем. 2-3 минут қана уақыт. Атласқа қараймыз. Қай жерде? Томирис Патшайым. Қайсы сақтардың патшасы болды? Қандай сақтар? Тигра қалаға ма, қалма барға ма, Қарадар аяға сол бірісі ғана түсіресіңдер, иә? Болды ма? Бәріне жетті ма? Әңгіменің ішіне соны айтып беріңдерші. Қай жерін алған? Көркем қай жерін? Маған кирдің, томиристің баласы спаргаписті қулықпен өлтіргенін алған жоқ. Қулықпен өлтірді, иә? Саған жүр. Маған кирдің ештен жіберген хабары ұнамады.
Хабарламады. Ару. Маған кир Томиристің жақындарын өлтіргені, жауыздықпен өлтіргені ұнамады. Жақсы. Міне керемет тақырыпты өтті. Томиристің ерлігі туралы, батырлығы туралы, ержүректігі туралы, елбасылық қасиеті туралы көптеген мәліметтер алдыңдар. Жақсы қатыстыңдар. Келесі сабақта біз әлі аяқтағанбыз. Сол сабағымыздың тағы Дарий патшамен, Александр Македонский патшамен соғысын оқитын боламыз. Жақсы, тамаша қатыстыңдар. Рахмет сендерге. Сау болыңдар.